Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat, men sizlarga hozir duo qilishning adabini tartibini o'rataman. Qibla qarab o'tiramiz, daratda bo'lamiz. Qibla qarab o'tirib, joy namozning ustida qo'limizni ko'krak tusidan ko'taramiz. Ko'krak tusidan ko'tarib, qo'ltiq orasidan ashladi. Сөйтіп Alloh taologa duo qilamiz. Asıqpay men asıqpay aytam, men bir qo'shilib aytsangizlar, jattalaringizni jattab Allohingizga bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مليك يا مقتدر إنك على ما تشاء من أمر يكون يا حي يا قيوم يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ma'nası Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de kelетін ayet buldu. Rabbimiz есеп-қисап күні, яғни қиямет қайым күні мені, ата-анамды және барлық мұсылмандарды кешіре көр. Одан кейін осы жерде қазақша дуа тілек тілеп аламыз. Әр дуа тілекті 3 реттен айтқан абзал болады. Яғни не сұраса осы жерде не сұраса да болады. Денсаулық ауру кісілер болса деніне саулық тілейтін шипа, қарызы бар кісілер болса қарыздан Аллахтан құтқаруын сұрауға болады. Қандай жақсы арман тілектер болса осы жерде сұрамаса болады осы екі аралықта. Одан кейін ең маңызды мәселе мынау, бәріміз де бақилық боламыз, бәріміз дүниеден өтеміз, бәріміз де өлеміз. Осы жерде ең басты мәселенің бірі Аллах Тағаладан иманмен жан тапсыру насіп ету әрбір мұсылман адамдарға міндет болады, уәжіп болады. Осы жерде бұлай деп сұрасақ болады. Яғни бұлай деп сұрамыз уәжіп, міндет болады. Я Раб Аллах Тағала ең соң демімде لا إله إلا الله محمد رسول الله деп калима шахада айтып, иманмен жан тапсыруымды я Рабб Аллах Тағала маған нәсіп ете көр деп сұрауы уәжіп, міндет болады әрбір мұсылманға. Құрметті жамағат. Енді осы жерде одан кейін мына дуаның ең соңын айтамын енді. Ва саллаллаху тағала аля хайри халқихи Мұхаммад. Осы жерде тағы мұндай айтса болады. Ya Rabbi Allah Teala осы дуа тілемін қабыл ете көр. Құр'ан-ы Кәрімнің хұрмет үшін, Ясин шарап сүресінің хұрмет үшін, өзіңнің көркем есімдерінің хұрмет үшін, Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның хұрмет үшін, өзіңнің әзиз әулиелерінің хұрмет үшін, Я Rabbi Allah Teala осы дуа тілемін қабыл ете көр деп тәуәссүл жасап, Аллах Тағала уәсилә жасап, Құр'ан-ы Кәрімде Пайғамбарымыз әулиелерді тәуәссүл жасап, дуаны қабыл болуына себепкер қылып дуа жасаса жақсы болады. Осы жерде дуа тез қабыл болады деген сол кітаптарда. Одан кейін ең соңын оқимын қазір енді. Ең соңында былай деп аяқтаймыз. Ва саллаллаху тағала аля хайри халқихи Мұхаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин валхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин деп бетімізді, екі алақанымызды бетімізді сипаймыз. Амин Аллаху акбар деп. Енді осы жерде қазір дуаның тек оқылуын айтамын енді. Арабша басқа сөз қоспай тек қана өзін айтамын. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا مليك يا مقتدر إنك على ما تشاء من أمر يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا حي يا قيوم يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وشيدا جدواتلك قزقشلاب aytılamız, barlıq duatliklerimizde üşretini aytılamız. Sosun ve sallallahu ta'ala ala khayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alamin bi rahmetike ya arhamar rahimin. Amin. Allahu akbar deb duamızı ayaqlayımız, betimiz sifat Allah'ımızın. Amin. Allahu akbar. Barçalarınızı tanıdığınızda rahmet, Allah razı olsun. O saytların vaazını sakınızda barçamızı amal edip nasip etsin. Amin. Allahu akbar.